Тыңдармандарым, махаббат ертегісі 66 бөлімі. Гүлеузар Күршетке хабарласып, Күршет мырза, сізге айтар әңгімем бар деді. Тоқтай тұрыңызшы, ештеңе айтпаңызшы. Ертең екеуміз түскі аста жолғайық, сол кезде айтарсыз деді. Күршет болса, Саваштың сатқан екенін осы жерде білді. Ал Афет ханым ферманды ұрып жатыр. Ол қыздың көзін құрт. Севда барлығын біліп қойды деді. Ол әйелді мен екінші әйел етіп алам, тоқалғы балам деді ферман. Асафтерия 2 миллион ақшаны қайда құртқанын білді. Махир Жанфизаның аяғы ауырып қалғандықтан оны жоғары көтеріп келе жатқан кезде атасы Махир бері келші, сөйлесейікші деді. Сол кезде Жанфиза барлығын естіді, атасының айтып жатқанын. Күршет Саваш пен Рашидтің тыққан товарларды тауып алды және де есікті ұрып сындырды. Тауарларды тауып алғанына қатты қуанды. Асафтерия Эфсаненің істеген түнгі клубқа келді. 2 миллион ақшаны саған балам не үшін берді деді. Бір әйелге ғашық болып қалған сенің балаң. Сол үшін 2 миллионды санап берді деді. Жанфиза Сәлімге хабарласты, бірақ ол Сәлім екенін білмеді. Айхан деген мырза қолөнер кілемін сатады деп ойлады. Ал оны Сәлім пайдаланып Махир екеуінің арасына от салмақшы. Пынар деген қызды жалдады. Сәлемет пе Жанфиза ханым, екеуміз түстен кейін ас ішіп ақылдасса қайтер еді деді. Жақсы деді. Афет Эфсанеге келіп тез бұл үйден кет, киімдерін жина, уақыт болды деді. Ал ферман келіп, мен өлем, Эфсане кетсе деді. Асафтерия есікті ашып қалды. Әке деді. Сол кезде Асафтерия ферманның бетіне шапалақпен салып қалды. Ұятсыз деді. Бұл қыз бұл жерден кетет деді. Кетпейді деді ферман. Күршет Махирге хабарласып, товарларды үйге тығып қойдым. Уайымдама деді. Қалай үйге тықтың, оны енді қалай шығарасын деді. Қалай кіргізсем солай шығарам деді. Сен уайымдама, Савашта Рашидте бұл жақта товарлардың үйде екенін білмейді деді. Салих Махирге келіп, қашықтар күннен естейміз деді. Мен Сараға сол күні ұсыныс жасағым келеді деді. Немене деді. Сенің Сараға ғашық болғанын енді емес пе деді. Сен де ғашық болмай жатып үйлендің ғой деді. Жанфиза Гүлеузарға сіз қайда бара жатсыз деді. Бір достарыммен жолығам деді. Сен қайда барасың деді. Мен Сарамен жолығуға деді. Сол кезде такси келіп қалды. Таксиге отырып Жанфиза кетіп қалды. Ал Сәлім болса Махирге Жанфизаның ресторанда, кафеде отқанын суретін жіберді. Бұл кімнің суреті деп таң қалды. Жанфиза отқан мейрамханада Гүлеузар мен Күршет келді. Оны көрген Жанфиза таң қалып қалды. Бұлар не үшін отырды екен дей. Екеуі жайғасып отырды. Сол кезде Махир келе жатты. Ал Сәлім оның қолын ұстап, жібер деп Жанфиза неғып атқанда, Күршет пен Гүлеузар да көрді оларды. Барлығы жүгіріп келді. Махир ашуланып, Жанфиза ақталып жатыр Махирге. Махир, сен ойлағандай емес. Мен бұл жерге Сәлімнің келетін білген жоқпын деді. Мен сендерге әлі көрсетемін деді. Асафтерия болса Эфсанені үйден қуып шықты. Ұятсыз, бұл үйден кет, қараңды жоғалт деді. Сол кезде ферман өлем деді. Өлсең бар өл деді Асафтерия. Жанфиза әкесіне бұл не істегенің деді. Сол кезде Гүлеузар бәрі бітті, біз кеттік деді. Бұл товарлардың барлығы қайда деді. Саваш болса мен ол товарлардың қайда екенін білем. Лордтың да кім екенін білем деді. Ал лорд деген кім деді. Егер де маған Жанфизаны берсең, мен саған барлығын айтам деді. Лорд деген Махир. Күршет пен Махир ауыз жаласып алған. Сені тығырыққа тіремекші деді. Саған тұзақ құрды деді. Ал Жанфиза Махирге жылап тұр. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркелеміз.